ол келе жатқан май айында, мамыр айының бірінде іске асатындығын жариялады. Бұл анығында екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі аса ірі оқиғалар деуге болады. Тіпті бүгінгі шиеленіскен мұнай дағдарысы кезінде Араб Бірлескен Әмірлігінің бұл ісін дүниелік мұнай дағдарысы кезіндегі Иран-Америка соғысы кезіндегі тағы ғажайып бір оқиға деуге болады. Бұл анығында Америкаға жасаған бір көмек немесе Араб Бірлескен Әмірлігінің өзінің экономикасын көтеру үшін істеген. Қысқасы, Араб Бірлескен Әмірлігінің өз мүддесі және Америка мүддесі және Трамптың мүддесі, қысқасы бүкіл мүдделердің тоғысқан бір түйіні деуге болады. Ендеше былай мысал келтірейік. Араб Бірлескен Әмірлігі ОПЕК-тен шегіну арқылы бұл Американың осы Иран соғысын қозғағаннан бері 4 жылдағы ең жоғарғы мұнайдың шарықтау шегіне жеткен мұнайдың бағасын түсіруге көмектеседі. Бұл бір. Екіншіден, оның өзіне не пайда? ОПЕК Трамптың үнемі сынына қалып отырған ел. Себебі қазір ОПЕК мұнайды көп өндіруді тияды. Араб Бірлескен Әмірлігі бір кезде мұнайдан және туризмнен түскен табысының біразын мұнай құдықтарын қазуға жұмсаған. Бірақ ОПЕК-тің басшысы, ОПЕК-тің атаманы Сауд Арабия әрбір елге сан шектейді. Мысалы, бұрын Араб Бірлескен Әмірлігінің күніне сататыны 400 миллион баррель болды десе, оны 300 миллионға түсіріп тастайды. 4 миллион баррель болса, соны түсіріп тастайды. Себебі онда мұнайды аз өндіру, нарыққа сатылатын мұнайды әр елдің жағдайына қарай ымыраласып келісіп отырып шектеу, сосын сол шектеу бойынша мұнайдың шексіз арзандауын, яғни бағаның арзандауының алдын алу, нарықта мұнай сатып алушыларға, яғни мұнайға мұқтаж елдерге алсаң да осы, алмасаң да осы, баға осы дейтін жағдайды қалыптастыру. ОПЕК-тің негізгі міндеті сол. Енді ОПЕК плюс дейтін қосылды. ОПЕК плюсыңызға Ресей қосылды, Қазақстан қосылды, Мексика қосылды. Жалпы бұлардың да мақсаты мұнайдың өндірісін шектен тыс көбейтпеу, нарықтағы сатылатын мұнайды тұрақты көлемде және тұрақты бағада ұстап отыру. Яғни бәсекелестікте аузы бір болу. Енді бұлай образдап тұрып айтқанда, сіздің де бақшаңызда алма өседі, көршінікі де алма өседі, екеуіңіз де алманы сатасыз сол ауылға. Сіздерден басқа елдерде алма жоқ. Енді сіз келісесіз, бол алманың бағасын бір келісім 500 теңге дедік, болды. Сіз 400-ге сатпаңыз дейсіз. Міне, әңгіме осында тұр. Екеуіңіз бірлесіп, алманы 500-ге сатасыз. Ешкім ары қарай жаңағы бағаны түсіре алмайды. Сосын тағы біреу алын егеді, ол да қосылады. Оған да айтасыз, бергел, сен бағаны 300-ге түсіруші болма, 400 болды. Ол айтады, алмамды тез сатпасам бұзылады, менің алмам жаздық алма тез бұзылады дейсіз. Бұзылса, бұзылып шіріп кетсін, қоятын бағаң осы дейді. Әліге келіседі. Егер өйтпесе айтады, жоқ, онда біз сен алмаңның табысын енді көрейін деп тұрсың, онда біз алманы тіпті 100 теңгеден сатып, сені банкрот қыламыз. Себебі 100 теңгеден сатқанда сен жаңадан қосылған неме сенің қысқасы шығының орындалмайды дейді. Қысқасы мәжбүрлеу. ОПЕК сол. Ал енді Араб Бірлескен Әмірлігіне бұл не пайда? Бұл Қормұз бұғазын айналып өтетін құбырды да ертеректе дайындап қойған. Яғни Қормұзыңыз мынау кәдімгі Иран, мына жағында Араб Бірлескен Әмірлігі, Оман бар, теңіздің қолтығы болса, Қормұз бұғазыңыз былай келеді. Ең тар жері 38 километр. Енді Араб Бірлескен Әмірлігі бұдан кесіп өтетін құбырды салып қойған. Оны бәленбай жыл бұрын салып қойған. Енді сол құбырының қызығын көргелі жатыр. Енді Қормұздың ішінде Иранның әскері, Қормұздың сыртында ақш-тың әскері тұрса тұра берсін, құбырдан айналып Араб Бірлескен Әмірлігі өз мұнайын сата береді. Міне, әңгіме қайда жатыр?
Енді жұрттың бәрі білет, Араб Бірлескен Әмірлігі өте айлакер. Бұлардың билеушілерінің айлакерлігі соншалық, бұларыңыз кәдімгі адам бармайтын құмда Дубай сияқты таңғажайып қала салды. Әбу Даби, Дубай, Шаржа дейтін бұл қалаларын біз ертеде барып көріп қойғанбыз. Бұл қалалары таңғажайып. Жер әлемге визаны жеңілдетіп қойды. Бүкіл сол Араб Бірлескен Әмірлігінде жергілікті арабтар 20% ғана, бірақ азаматтық бермейді, сырттан қатын алмайды, қатын алса азаматтықтан айырады. Бірақ жаңа некесін оқытып, бейресми тұруына болады. Бірақ бүкіл байлықты сол 20% араб ұстап отыр. Мемлекеттің 80% шетелдік. Неге? Сервис жасау керек, тірлік жасау керек. Андағы үйлер, салынып тастаған үйлер, сол жердегі арабтардың өзіне салсаң, бір адамға 1000 үйден тура келеді. Бірақ оның барлығын салып тастаған қайтеді, жаңағы 80% келімсекке үйді беріп отыр. Ол келімсектер ол үйде тұрып, жалға алып, біріне бір жалға беріп, жалға алып, біріне бір жалға беріп, ана жерде отыр. Ана дүрілдеген өндіріс, тірлік. Өндірмейтін тауар жоқ, сырттан кірмейтін тауар жоқ. Бүкіл дүниеге тауарды айналдырып сататын бір таңғажайып елге айналды. Міне бұл Араб Бірлескен Әмірлігі. Енді осы Араб Бірлескен Әмірлігі үлкен бір тактика қолданып отыр. Бұл Араб Бірлескен Әмірлігі деген 7 қалипалықтан тұрады, яғни 7 тайпа. Әрқайсысы өздерін бір-бірі әмір санайды, яғни бір-бір мемлекет санайды. Бірақ неге оны бірлескен дейміз дегенде, ол біріккен одақ ел болып отыр. Енді осы біріккен одақ елдің Әбу Дабидің сұлтаны Пекинге барған. Пекин деген енді оны мынау Ши Цзиньпин далаға шықпағанына 4 жыл болды. Пыңлыюан екеуінің бірге шықпағанына міне 4 жыл болды. Дәл осындай жағдайда Пекин оны бір дүние жүзіндегі бір таңғажайып, Қытайдың мерейін көтеретін, беделін асыратын бір оқиға ретінде бағалап, оны күтіп алып жатыр. Енді мына жақтан ОПЕК-тен шығамын дейді. Ондағы мақсат не? Ондағы мақсат Америкаға айтып отыр. Біз осы жолғы мұнай дағдарысы кезінде сенің ең керек, яғни мұнайдың бағасын төмендету талабыңды біз орындаймыз. Мынау Иранның Хормузда іштен бұғаттап отырған жағдайында сені құтқарамыз. Яғни қалқараға арзан мұнайды және көп мұнайды біз жеткіземіз, бірақ сен біздің бір талаптарымызға көнесің. Өзінің талабын Америкаға бопсалап отыр. Ал егер сен бізге көнбесең, онда біз Қытаймен одақтасамыз. Ана жақтан Қытайға, мына жақтан Америкаға талап қойып отыр. Әрине Трамп саудагер. Ол олардың бопсасында сезіп отыр. Бірақ оған өзінің мүддесі керек. Енді айлакер Араб Бірлескен Әмірлігі, анау адам бармайтын құмнан, шөлден әлемдік таңғажайып қалаларды салып, тіпті құмын жасылдандырып, шөл далада бидай, күріш ектіріп жатқан, мұнайдан түскен табысты енді жасанды ақыл, IT саласына, компьютер саласына салып жатқан. Қысқасы, бұл ақшаның күшіменен енді өзінің елінің жағдайын барынша жасап жатқан бұл арабтар енді тура осы ақш-Иран соғысында таңғажайып рөл атқарып отыр. Бұл бірінші сұмдық жағдай. Себебі ОПЕК-тің құрсауынан құтылу. Қалқарадағы мұнай құрсаулайтын елдің құрсауынан шығу. Құрамында Қазақстан, Ресей де бар. Бұл олардың, былайша айтқанда, өздерінің арабтарына, әсіресе Сауд Арабия жетекшілік ететін мұнай монополиясына олардың қарсы шығуы. Енді арабтардың ішкі жағында бір берекесіздік туылуы мүмкін. Бірақ Араб Бірлескен Әмірлігіне бас салып шабуыл жасайтын Саудияда шама жоқ. Неге? Бұл екеуі де Американың одақтасы. Америка Араб Бірлескен Әмірлігіне F-35-ті ең көп береді. F-35 Американың жойғыш ұшағы, бұл осы Араб Бірлескен Әмірлігінде ең көп тұр. Екіншіден, Сауд Арабияңызда бір кезде Қытайшыл, Ресейшіл саясат қолданды, Байденнің кезінде. Трамптың кезінде ғана Қытайшыл, Ресейшіл саясатынан бет бұрып, ол саясатын Америкаға қарай бейімдей бастады. Енді Араб Бірлескен Әмірлігіне оның бас салатын шамасы жоқ. Екіншісі, Израиль, өмірі қаруын экспорттамайтын Израиль,
Араб Бірлескен Әмірлігіне өздерінің темір күмбез әуе қорғаныс жүйесін берген. Яғни темір күмбез қазір Израильде бар, енді Араб Бірлескен Әмірлігінде бар. Темір күмбез қандай қару? Бұл әгі Иранның бір жолдататын 6000 зымыранын атып түсіретін, Израиль аспанынан жаңағы таста өткізбейтін күмбез. Бұл темір күмбез. Енді сол Израильдің темір күмбезіне қарап, Трамптың жаңағы алтын күмбез дейтін әуе қорғаныс жүйесін жасауға тырысып жатқаны, оған зор қаражат бөлгені жұрттың бәріне белгілі. Енді осы Араб Бірлескен Әмірлігі мен Израиль одақ болып кетіп отыр ғой. Жұрттың санасына бұғанға дейін араб пен еврей ата жау сияқты, да? Бәйбішеден туған Жойт, тоқалдан туған араб бірімен бірі ата жау сияқты. Бірақ енді осыны Араб Бірлескен Әмірлігі жоққа шығарды. Енді бәйбіше мен тоқалдың баласы одақтасып отыр. Енді ана жақтағы сарттар обал болатын болды. Парсылар, сарттар енді бармағын шайнап отыр. Иә, жұрттың бәріне белгілі, осы жолғы соғыста сарттардың Жойттарға атқан зымыраннан Араб Бірлескен Әмірлігіне атқан зымыраны көп болған. Жойтқа жасаған шабуылынан Араб Бірлескен Әмірлігіне жасаған шабуылы көп болған. Бұл қандай оқиға? Сонда Иранның аузында Жойт ең бірінші жау. Олар тіпті қайта-қайта мынау Израильді жаңағы жер шары картасынан жоқ қылып жібереміз, Израиль дейтін мемлекетті жойып жібереміз деп кіжініп жүрген Иран енді неғып аяқ астынан Иран Израильді қоя тұрып, Араб Бірлескен Әмірлігіне шабуылдады. Ал осы Иран санкцияның астында жатқанда, Араб Бірлескен Әмірлігі оның бүкіл ақшасын сақтайтын, айналдыратын, шетелге аударатын, тіпті бизнеске салатын, дөңгелек айналдыратын орталығына болып еді ғой. Иранның ашық және көлеңкелі бүкіл ақшасы, бүкіл есеп шоты осы Араб Бірлескен Әмірлігінде тұрып еді. Бұл қандай жағдай? Араб Бірлескен Әмірлігі тіпті Еуропа мен Американың қайта-қайта ескертуіне, қатаң сындарына қалғанына қарамастан, осы Иранға экономикалық тұрғыдан көмектесіп еді. Бірде-бір шетелге ақша аудара алмай тұрған Иранға Араб Бірлескен Әмірлігіндегі Иранның ресми, бейресми есеп шоттарынан ақша аударып отырған жоқ. Мысалы, шетелден алатын тауарында алдымен Дубайға алдырып, Дубай портынан Иранға қарай тасымалдап жеткізіп отырған жоқ Иран. Иранның шетелмен байланысатын бір терезесі осы Дубай болып еді ғой. Демек, бұл жердегі әңгіме сол бейбіт заманда бірімен бір одақтасып, Иранның арам ақшасын Дубайға салып, Дубайды айналдырып, мына жақтан Еуропа, Америкамен де одақ болып, мына жақтан Иранның қиналып тұрған кезіндегі ақшасын айналдырып, оларға да көмектесіп, екі ортадан ақша тауып отырған тағы да Араб Бірлескен Әмірлігі озған еді ол кезде де. Енді бүкіл дүние дағдарыстан шыға алмай тұрғанда тағы да таңғажайып шешім шығарып, ОПЕК-тен секіріп шықты. Енді қорымызды айналатын құбырымызды іске қосамыз деген әңгімені шығарды. Енді ОПЕК ол құбырды қоспа деп айта алмайды. Дүние қиналып тұр. Мұнай 4 жылдағы таңғажайып жоғарғы бағаға жетті. Трамп та қиналып тұр. Неге? Ол соғысты созып алып отыр. Ақпанның 28-і басталды. Ақпанның 28-ден наурыздың 28-іне, наурыздың 28-ден сәуірдің 28-іне. Американың Конгресінен рұқсат алмаған жағдайда президент тек соғысты 60 күн жүргізе алады. Ал сосын өз жерге барған армиясы мен қару-жарағын шегіндіруге 30 күн уақыты бар. Яғни соғысуға 60 күн, қаруын армиясын шегіндіруге 30 күн уақыты бар. Ал осындай жағдайда енді Трамптың небәрі санаулы ғана күндері қалып отырғанда, бұл Конгресс бұл жерде Трампқа соғысты тоқтат деп әлек салуы да бек мүмкін. Неге десең, демократтар күшті болып тұр. Енді былай қарап отырсаң, дүние алма кезек болып тұр. Ал Трамп енді аяқ астынан ұшып бара жатқан жерінен мамандарын Пакистаннан қайтарып алған, бармайсың деген, оны өзі жариялады. Біз бұғаттауды жалғастырамыз деді. Иран қиналып жатыр деді. Неше түрлі посттарды жариялады. Енді өстіп отырған кезде аяқ астынан мынандай жағдай болды. Иран ойбай да ойбай, біз келісейік деп қалды. Неге? Олар айтады дейді. Алдымен бізге қорымызды ашайық,
Сосын уранды асықпай талқылайық. Яғни 11-де 12 атом бомба жасауға болатын 460 килограмм байытылған уран, 60% байытылған уран бұл жердегі мәселе отыр. Иран айтады, оны асықпай сөйлесек, бірақ алдымен бұғазды ашайық дейді. Бұл керісінше Трампқа Иранның ішкі жағында Хормуз бұғазы бекітілгеннен кейін Иранда меңгеріп отырған мынау Иранның қазіргі билеушілері, тірі қалған билеушілерінде экономикалық дағдарыс туғанын білдіріп отыр. Трамп бірден жауап қатты. Атомды талқыламасақ басқа талқы жоқ деді. Сөз қысқа. Егер атом бомбасын, байытылған уранды талқыламасақ, басқа әңгімені талқыламаймыз. Біз блокадан жалғастыра береміз. Блокадан жалғастыра береміз. Бұл деген сөз не? Ана бұғаздың жаңағы тура қылдай кеңірдектің ішкі жағында Иран тұр, сыртында ақш тұр. Бірақ бұл жерде тағы бір нәрсе тұр. ақшқа бұл шығын ба? Шығын. ақштың шығыны күннен күнге артып бара жатыр. Неге? Бұл жердегі әңгіме қаржы. Ол блокадан ұстап тұру үшін де қаржы керек. Енді міне жерде қарасаңыз, ақштың шығыны дегеніңіз кетіп бара жатыр, күннен күнге артып. Міне Иран соғысы және мұнайдың дағдарысы дегенде, осы қазірге дейін міне 2 айға жетпейтін уақытта ақштың жалпы шығыны 25 миллиард доллар болған дейді. 25 миллиард доллар. Сұмдық шығын. Тек өткенде анау Иран жерінде қалып қалған ұшқышын құтқару үшін $500 миллиард доллар кетті дейді. Бір есепте 400 миллион доллар кетті дейді. Ұша алмай, ана топыраққа доңғалағы батып қалған ұшағын өзі жарып жіберді. Ол ұшағы да зәрден қымбат ұшақ. Тіпті Қытайдың бүкіл медиасында оны Американың ақымақтығы деді. Бірақ Қытайдың халқы астына коммент жазып жатыр. Қытайдың мемлекеттік ақпаратының астына. Сонда егер Қытайдың әскері сөйтіп жау елде қалып қалса, сіздер оны құтқармайтын болдыңыздар ғой дейді. Демек сіздер өз әскеріңізді құтқармайсыздар ғой дейді. Ал Америка дейді, ақша табылады, ұшақ табылады, адам табылмайды деді. Сонда оның бала шағасы, оның өмірі маңызды емес сіздерге. Сонда себебі Қытайдың бүкіл медиасында Американың шығынын есептеп кетті. Біреу 400 миллион деп, біреуі 500 миллион. Ана бір адамды құтқару үшін осыншама шығын жұмсады. Бұлар ақымақ екен деп тұрып Қытайдың медиасы жазды. Бірақ Қытайдың халқы жазды. Демек сіздер сонда ақшаны маңызды деп, жау қолында қалған өз әскеріңізді құтқармайсыздар ма деп жазды. Енді бұл қарап отырсаңыз, дәл осындай бұл таңғажайып соғыс кезінде Араб Бірлескен Әмірлігінің оқиғасы, Израильдің Арабпен одақтасуы, Иранның атомды қоя тұрай Хормуздаш деуі, Трамптың Хормузды бұғаттаған, сендер атомды бермесең деп, оның қыңыратқуы. Бұл енді бір шешілмей, қысқасы тура ушыққан үстіне ушығып, ширыққан үстіне ширыққан бір таңғажайып оқиға болып тұр. Енді дәл осындай кезде Қытай. Майдың ішінде Трамптың Қытай сапары бола ма, болмай ма? Трамппен кезіге ма, кезікпей ма? Иранның мәселесін күл талқан қып шешіп барып, Қытайменен келіссөзге отыру керек. Неге? Иран Қытайды Қытай қылып отырған ел. Қытай алатын арзан мұнай Ираннан келеді. Қытайдың арзан мұнайын Венесуэладан келуші еді, оны құртты. Қытайдың арзан мұнай Ираннан келеді, оны құртты. Бірақ Иранда қазір атом шешілмей тұр. Енді Трамп Қытаймен келіссөзді артқа шегіндіруі мүмкін ба? Жоқ, сол күйі жүре ма? Бұл қазірге белгісіз болды. Өстіп тұрған жағдайда Қытайда ең жоғарғы тұрақты жоралардың жиналысы тағы өтті. Қытайдың мемлекеттік ақпаратына шолсақ, ең жоғарғы тұрақты жоралар жиналысы өтті. Аграрлық ана мәселені қарады, мына мәселені қарады, ақ-көк дейді. Оның бәрі оттаған көбік сөз. Бұл тұрақты жоралардың бұл жиналысында бір ғана мәселе қаралған. Кейбір тұрақты жоралардың өкілдігін жаңағы күшінен қалдыру, тұрақты жора екендігін қалдыру мәселесі талқыланды. Бірақ бүкіл дүние жүзі күткен бір адамның мәселесі шешілмей тұр. Мынау Қытай тілінен сауаты бар адамдар, немесе Қытай саясатын білетін адамдар қараса болады. Әлгі әскери істер комитетіндегі 7-дің 5-ін тұтқындап, Ши Цзиньпин өзі тағы бір Жаң деген біреу, ол тек қалам қағазға жауапты, кәдімгі қатшылық сипаттағы әскери емес адам, бірақ әскери істер салада
отырып. Екеу ғана қалды. Анығында ол қуыршақ, ол дым шешпейді. Ал Жаң Юша, Қытайдың әскери істер комитетінің орынбасар төрағасы. Міне тұтқындалғанына бәленай болды. Бірақ Қытайдың заңы бойынша бұндай жоғарғы лауазымды, яғни Қытайдың саяси бюросының жетілігіне кірген бұндай жоғары лауазымды адамды, және Қытайдың халық құрылтайының тұрақты жорасы болған бұндай жоғары лауазымды адамды бас хатшы Ши Цзиньпин өзі оның лауазымынан ала алмайды. Яғни халық құрылтайының құрылтайлық мүшелігінен ала алмайды. Құрылтайдың тұрақты жора мүшелігінен ала алмайды. Оны алу үшін жаңағы халық құрылтайының тұрақты жоралары дауыс беру керек. Енді бұл жерде әңгіме шығып тұр. Жаңағы ең жоғарғы саяси бюроңыз Жаң Юшаны қорғап отыр. Қытайда мынандай заң бар. Оның партия мүшелігінен алып тастайды. Әскери істер комитеті төрағасынан алып тастайды. Халық құрылтайының мүшелігінен, тіпті оның тұрақты жоралығынан алуды жаңағы комитетке қалтырып отыр. Ал ол деген сөз, оны өлімге де үкімет алмайды, оны ұзақ жылға да соттай алмайды. Неге? Оның бүкіл қызметін шенін сыпырып алмайынша ол жазаға тартылмайды. Қытайда жазаға тарту үшін оның бүкіл шенін бекерлейді. Ал қазір ол халық құрылтайының, яғни заң шығарушы парламенттің тұрақты жоралығын ұстап отыр. Тұрақты жорадағы жетіліктің ішінде адамдар бөлініп отыр. Бір Ши Цзиньпиннің адал мүриттері бар, бейтараптар бар, және Ши Цзиньпинге іштей қарсы наразылар бар. Ал олар неғып Ши Цзиньпинмен ұстасып отыр? Олар неғып ұстасып отыр? Олар біліп отыр. Жаң Юшаны мақұл алып тастайық десе, Ши Цзиньпин оны етін шашлық қып қақтап жеп алады. Тоқаевты шақырып, оған майға 2 қуырған Сычуан шошқасын беріп, өзі Жаң Юшаның қарасанын қақтап жеп, екеуі мәз болады. Бірақ ана тұрақты жоралар, егер Жаң Юшаға қол қойсақ, оны қызметінен алуға. Онда келесі кезекте өзіміз деп отыр. Бізге келеді. Сондықтан олар ең соңғы өздерінің ұстап отырған қысқасы жаңағы қолдарындағы көздерінен айырылысы жоқ. Сонымен Жаң Юшаның жоралығын алып тастауға қарсы болып олар отыр. Ал Ши Цзиньпин алда ал, алмасаң көзіңді құртам деуге оның батылы бар. Сонымен Қытай тарихында міне тұтқындап 3 күнге дейін жарияламай, бүкіл жеп қойды, ішіп қойды деп сақ еткізіп, артынан барып жариялайды. Бірақ жазалай алмай отырған бір адам Жаң Юша болды. Ал Жаң Юша Қытайдың сайттарына кіріп, Қытайды зерттегендер кіріңіздер, ол әлі әскери шендеріменен жаңа халық құрылтай жорасы деген аттар тұр. Әдетте Қытайда бұндай тұтқындалған адамдар жаңа қызметінің бәрінен алынып тасталады, сайттан атылды, суреті де өшіріледі. Тіпті керек десеңіз, оның бұғанға дейінгі бүкіл жазбасы Қытай сайттарынан, оның аты аталған жиындардан оның атап томатты өшіріледі. Яғни атың өшкір дейтін, атың өшкір деген қазақтың қарғысы сияқты оның атын бүкіл желіден өшірді. Қытайда білесіздер, мысалы, мынау кезінде Ши Цзиньпиннің жаңағы қаһарына ұшыраған кім деген анау атақты әртіс қыз болды, шанхайлық әртіс қыз, Хуан Чжуге дегенді ойнаған кім еді аты? Чжау Уэй деген. Көзі бақырайған тентектеу қыз, анау патшаның серілік жасап жүргенде ел арасында қалып қалған қызы кейін іздеп жүріп ордаға кіреді. Ордаға кіргеннен кейін барып жаңағы анау патшаның өзінің әкесі екендігін айтады. Сондай бір, бұл енді тайуандық жазушы Чуньяудың жазған шығармасы, бірақ кейін Қытайдың сценаристері оны сценарияластырып, соны кино қылып шығады. Енді бұл Қытайда өте үлкен, бүкіл ел көрген, тіпті халықаралық ықпалы бар сериал кино болды. Бұл Шүршіт патшасының серілігінен ел ішінде қалып қалған қызы, жаңағы Шүршіттің патшасы сері болған, қарапайым киініп алып ел ішінде жүрген, сөйтіп ел ішінде жүріп, жаңағы патша серілікпен біраз шайқап қойған, содан қызы жаңа ержетіп ордаға іздеп әкесін табады, анау мынау сол сияқты сериал. Бұл Тайвань жазушысы Чуньяудың шығармасы. Мысалы, соны орындаған, сол арқылы байыған, миллиардер болған, кейін миллиардер болып, өзі де Қытайдың бір миллиардеріне тиген. Ол Қытайдың миллиардері де Қытайдың жоғарғы элитасының
жаңағы бизнесін жасайтын миллиардер болған. Артынан бұлардың жаңағы ат атағы шығып даңқы аса бастағанда Ши Цзиньпиннің назарына ілініп, Ши Цзиньпин алады да оны құртады. Құртқанда сол бүкіл Жауи деген жаңағы әдемі қыздың бүкіл киносы, бүкіл шығармасы, жеке аккаунты, видеолары, әзілдері, сұхбаттары, ана өлке, мына өлкедегі телеарналардың сұхбаты, сайттардағы жазбалары, жеке өзінің жаңағы неше түрлі видеолар. Оның видеосын түсіріп алып, мысалы, бір ауылдағы сорсиған жаман Қытай өз аккаунтында өзі сап қойса, бұл бірін қалдырмай, қидай сыпырып, бейне Қытайда Жауи деген адам жоқ сияқты бірақ құртып жіберді. Бірақ құртып жойып жіберді. Жоқ. Тура бір әртістің өзін жойып жіберген сияқты, әдетте саяси қайраткерлерде де өмір ондай адам Қытайда болмағандай, тумағандай жойып жібереді. Міне, енді қараңыз, қазір Жаң Юшаға келгенде тісі батпай отыр. Бұл Қытайда бір үлкен саяси текетіресті қалыптастырып қойды. Және бұл текетірес Қытай тарихында бұрын соңды болмаған текетірес. Әдетте Қытайдың нөмірі бірінші басшысы атам деген атады, шабам деген шабады, жойып жібереді. Бірақ тура осы Жаң Юшаға келгенде екі жақ тістесіп отыр. Әдетте бұндай құбылыс Қытайда жоқ болады. Бірақ жаңа тұрақты жөралар неғып оны өліп қорғап отыр? Себебі Ши Цзиньпиннің мына құтырық сталиндік мінезі бойынша жаңды қорғап қалмаса, өздерінің де жаны аман қалмайды. Жаңды қорғап қалмаса, жанын қалмайтын болып отыр ғой. Міне сонымен Қытайда аса ірі тарихта болмаған, Мау заманда, Дың заманында, одан кейінгі Жаң Ху заманда болмаған саяси дағдарыс қалыптасты. Бұл бүгінгі айтатын үшінші сұмдық оқиғамыз. Төртінші сұмдық оқиғамыз. Пөтенжан мен Трамп сөйлескенде тура 1,5 сағат дейме, одан ұзақ уақытқа жалғасты. Бірақ не сөйлескенін ешкім айтпайды. Ешкім білмейді. Енді неше түрлі болжалдар бар. Пөтенжан Хормұз бұғазын ашқысы келеді дейді. Пөтенжан Иранның уранын мен алайын, мен саған ант су ішіп отырып, Лениннің аруағымен, Маркстің аруағымен ант су ішіп отырып, өдетейін, 1 грамм уранды Иранда қалдырмайын, сөйт мен гарантия берейін, кепіл берейін дейді. Бірақ Америка Пөтенжанның Иранның уранын алуына қарсы, Америка өзі, ол Иранның байытқан 460 килограмм уранын өзім алам, мен алам, сені жолатпайым деп олды. Ал Пөтенжан кіріспекші. Негізінде Иранда Ресей салып жатқан атом электр станциясы бар. Бірақ салынып бітпеген. Ресей мамандары кері шегіндірілді. Неге? Қаржы жоқ. Ресей мамандары. Мына соғыс оларға болып берді. Онсыз да ары қарай олар Иранда бұл атом электр станциясын салғанмен де